Не деген Мерс, не деген Мерс, алдын AMG қылып жасаған ба, или Natura AMG ма? 2013 ағай, Natura заводской AMG пакет екен ғой. Mercedes-Benz GL 500 4 миллионнан бастап тұр ағайын. V8 Biturbo. V8 Biturbo ағайын. 4 миллион теңгеден бастап тұр. Готовый вариант сияқты, готовый заводской AMG, подогрев, обдув, панорама, мультируль. Артында монитор еще, 7 орынды. Камера 360, двойной память сидения. AMG GLS 63 AMG Edition дейді. Ой. Сұмдық қой, сұмдық. Зверь машина келді ғой, зверь. Винкод осы бойынша қарайсыздар. Зверь машина. Артына мониторларымен 7 орынды. Назарларыңызға арзан вариант, арзан седан Kia Optima. 1.400.000-дан басталып тұр ағайын. 2 миллионға шейін көрсеңіздер болады. 2018 дискісін қоятын еді. 156.000 пробег, ақ түсте, 33-ші лот номер. Алғашқы лоттардың бірі. Жақсылап тұрып пиписка жасау керек. 4 китанкасы да орында тұр. Қараңыздар. Белый жемчуг па, белый жемчуг. Арзан болайын сіздерге жіберіп жатырмын. Мынау да қыстырылмайтын жерде қыстырылады осылай. Артында камералары тұр, задний парктрониктері тұр. Артында тұр, запаскасы да бар шығар. Запаскасы жоқ екен. Бір подголовник жатыр. Қарайыңыздар. Винкод осы бойынша қарайсыздар. Cadillac Escalade, тұрусы бөлік қой, тұрусы бұл машинаның. Қараңыздар. Ешқашан сенің абыройыңды түсірмейді. 6-2 полный привод. 21 миллион теңгеден бастап тұр. 21 миллион теңге бастапқы бағасы. 106 лот номер. 33 мың пробег. 2023. Белый жемчуг. Ходовкасын қараймыз. Крылосы ауысады, бір есік ауысады. Камера 360 ағайын. Каратыш бұл. Escalade сұрағандарға. Басқа жерінде повреждениясы жоқ. Есігі жабық. Винкодын түсірдесеңіздер, бұрын жіберіңіздер. Бүкіл винкодтарын бәрін жіберем, талшынымен тексерем. Қатсам десеңіздер, видеозвонокпен звондап, бүгін қоя қалсы кешке қатсамыз ағайын. Лот номер 106. Cadillac Escalade назарларыңызға. Лобовой проекті 306 сөзсіз бар. Винкод осы бойынша қарайсыздар. 2024 жылға Kia Carnival назарларыңызда. Осындай бордовый, тоқ қызыл түсті 5,5 миллионнан басталып тұр. 22 мың пробегімен 133 лот номер, 8 орын алдыңғы ербектер орында. Стойка жақтан повреждение болған, бұны тартып шығаруға болады. Есіктің обшивкалары ішінде тұр. Может, бір есік ауысады, может, есік қараймыз, может, ауыспайды, ауысатын сияқты. Екі есік под замену, обшивкалар ішінде тұр. Обшивкасы тұр. Карнивал. Қараңыздар. Бесключевой доступ. Логин коды таза 2023 модель 24. Осындай семейный жандарға, жыл жаңа минивэн сұрағандарға бүгін осыған қатысып көрсек болады. Арзан бер жері мүмкін. Осындай Золотой Sonata келіп тұр аукционға. 2,5 миллионнан бастап тұр ағайын. 2020 135 лот номерде. 74 мың пробег. 2,5 миллион стартовый ценасы. Так, вложение. Артын крылосын тартып шығару керек. И задний бамперін ауыстыру керек. Қалған жерлердің бәрі орында тұр. Ешқандай airbagтер атылмаған. Бесключевой доступ, комбинированный кожа салон, алькантара, драйв мод, автоход, пуш-старт. Комплектациясы мощный екен, брат. Мощный екен. Комплектация винкод таза 2020 жылға. Пробегі де жақсы, жол да жақсы, повреждениесі да жақсы, өзі де жақсы екен. Арзан ойнап ұтып алуға мүмкіншілік бар. Пикаптың атасы. Пикаптардың атасы ағайын. Dodge Ram TRX 2021 деген да ол. 2021. Не стоит деген Қазақстанға кіргізгенге.
Қымбат шығып кетеді. 58 мың пробег. Астында осындай рам бар деп жазып қойыпты. Осының 2024-ін 23-ін алыңыздар, 25-ін алыңыздар, 26-ын алыңыздар. А так бұл 2021 болған екен, не стоит екен? TRX ағайын. 19 миллионнан басталып тұр ағайын. Просто енді для заметки көрсетіп жатырмын. Нарда кіреді, сізді әдемі екен, өзі әдемі. Паникоды еще 2020. Болмайды бұл, болмайды. Range Sport 2025-ке қалай қарайсыздар? Range Sport 2025. 3-литровый полный привод 26 миллионнан басталып тұр екен. 26 миллион теңге. 99 жыл номермен алдыңғы бамперін ауыстырамыз. Фаралары орында тұр. 2000 ғана, 2200 ғана пробегімен P360 қап-қара осындай титанка, нарда грей, лобовой проекция. Жекот осы бойынша қарайсыздар, камера 360-тары бар. Алдыңғы airbag ғана атылған, қалған жерлерін бәрі таза, тоже 2023-тен бастап дым өзгермеген. 25-те тоже бір Бавинкоду таза 2024 модель 25. Осындай 5 орынды стильный кроссовер ағайын. Джип Range Rover'ден келген спорт. Цветі бір әдемі түсі. 99 жыл отманда. Range Rover Westminster. Range Rover Westminster мен Range Rover Vogue. Не айырмашылығы бар екен? Супершаржеттермен не айырмашылық бар осы. 3 Range Rover'дің комплектациясы бар екен. Ең патологы автобиографи и SV дегендер бар. Енді олар патолог айырмашылығы бар. Но осы Westminster мен не айырмашылығы бар екен? Түсінбеймін. Стартовый ценасы 13 миллионнан бастап тұрған. 2022. Алдыңғы бампер фараларын ауыстырасыздар. В основном таза деталь установка машина екен. 2022 Westminster ағайын. Боковайна, дверные ручки, пластмассы. Airbagтердің бәрі орында тұр. Airbagтердің бәрі орында тұр. Тартамыз, есікті ашамыз. Кожа салонда. Төбесін тоже жасау керек. Төбесін тоже сырған панорамалары бар. Артыңғы задний бампер комплект емес, задний. Так, пластмасса, задний стоп, P400. Көре беріңіздер. Ішкі ахуалы салонның. Ішінде кішігірім запчастары бар артында. Жарып қалар. Алып қаламыз. Так. 47 мың пробег. 6 цилиндр екен, 3 литр ағайын, 3-литровый.